Білімді жаңашыл ұстаз мектептің жаны һәм жүрегі. Сәлеметсіздер ме, әділқазылар алқасы және әріптестер. Мен Сабыржан қызы Балжан, нөмір 50-ші жалпы орта білім беретін IT мектеп лицейінде биология пәні мұғалімі болып қызмет атқарудамын. 2021 жылдан бастап педагог-модератор санатындамын. Жалпы педагогикалық еңбек өтілім 2 жыл. Білекке сенер заманда ешкімге есе берме, ілімге сенетін заманда қапы қалып жүрме дегендей, 21 ғасыр мықты мамандар ғасыры. Жақсы маман болу үшін не қажет? Ең алдымен терең білім, еңбек, дәлдік, ұқыптылық, қойған мақсатына жетуге деген өз күшіне сенімділік қажет. Менің мақсатым жас ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар беру, болашаққа саналы көзбен қарауға баулу, өмір жолындағы әр шәкірттің тұлға болып қалыптасуына ықпал ету. Ұстаздық ұстанымым ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, қандай істі болсын бар ынтасымен атқара білуі керек. Менің жұмысымдағы ең маңыздысы ол оқушылардың жетістігі. Оқушылардың әртүрлі байқауларға, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орын жетістіктер алуы мені әрдайым қуантады. Менің мұғалімдік жолымдағы өткізген ашық сабақтарым. Егер өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілігін жинақтаса, ол нағыз ұстаз. Оқыту тиімділігін арттыру үшін жасанды интеллект пен цифрлық технологиялардың қолданбаларын сіздерге ұсынғым келеді. CoSpaces виртуалды шындықты жобалар жасауға арналған онлайн платформа. Жобаларды VR көзілдірігі арқылы өз әлеміне толық ену арқылы көруге болады. Кез келген жасқа және тақырыпқа бейімделген CoSpaces еду балаларға өздерінің 3D туындыларын жасауға, оларды код арқылы анимациялауға және виртуалды және кеңейтілген шындықты қоса алғанда қызықты жолдармен зерттеуге мүмкіндік береді. Интерактивті тренажерға назар аударуды ұсынамыз. PHET Interactive Simulations. Қазіргі уақытта биология, химия, физика, математика және география бойынша 150-ден астам симуляцияларды қамтитын Колорадо Болдер университетінің әзірлемесі болып табылады. Пайдалану өте оңай және интуитивті интерфейсі бар. Сондықтан онымен жұмыс істеу өте оңай. PHET көмегімен демонстрациялық жұмыс жүргізіп қана қоймай, оқушыларға әртүрлі процестер мен құбылыстарды модельдеу және зерттеу бойынша тапсырмалар беруге болады. Білім беру үшін практикалық толықтырылған шындық мердж куб мен жұмыс істейді. Бұл оқушыларға жаратылыстану ғылымдары мен STEM-ді 3D нысандары мен модельдеу арқылы тиімді үйренуге, ұстауға және өзара әрекеттесуге көмектесетін практикалық цифрлық білім беру платформасы. Пликерс қызметі сыныптан жылдам кері байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мобильді дауыс беру және фронтальды өткізілген немесе ағымдағы материал бойынша оқу сабағы кезінде сауалнамалар, сабаққа қатысуды жедел есепке алу. Мобильді қосымшамен жұмыс бірнеше минуттан аспайды. Сауалнама нәтижелерін алу бұл сабақты ұзақ тексерусіз өтеді. Смартфондардың болуы немесе білім алушыларға компьютерлер қажет емес. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп данышпан Абай айтқандай, ерінбей жалықпай еткен еңбегінің арқасында шәкірттерінің жүрегіне жол таба білген мұғалім ғана нағыз ұстаз бола алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.